Сәлеметсіздер ме, құрметті менің оқырмандарым. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Және де осы видеоны достарыңызбен, сыныптастарыңызбен де бөлісіп қойыңыздар. Бүгін біз 3-ші сынып қазақ тілі 89-шы сабақ негізгі және туынды етістік тақырыбында сабағымызды одан әрмен жалғастыратын боламыз. 24-ші жаттығуға назар аударайық. Мәтіндерді оқып, өзара салыстыр. Ұқсастығы мен айырмашылығын тап. Өмірбаян. Мен Бауыржан Момышұлы. 1910 жылдың 24 желтоқсанында Жамбыл облысының Жуалы ауданындағы Көлбастау мекенінде дүниеге келдім. Әкем ел арасында ағаш ұстасы және етікші, зергерлігімен танымал болған. Анам Разия дүниеден ерте өтіп, 3 жасымнан бастап қызтумас әжемнің қолында өстім. 7 жылдық мектепті бітіргеннен кейін біраз уақыт мұғалім болдым. Кейін кезекті әскери міндетімді өтеп, запастағы командир атағын алдым. Туған ауылға қайтып оралған соң, біраз жыл қаржы мекемесінде қызмет істедім. 1941 жылы Ұлы Отан соғысы басталысымен даңқты генерал-майор. Ал енді екінші мәтін. Құлын мінген бала. Бауыржан да ауылда өсті. Оның боз құлыны бар еді. Боз құлын Бауыржанның қасынан қалмайтын. Ол құлынның үстіне секіріп мініп, шаба жөнелетін. Құрдастары құлын мінген баланың соңынан жүгіріп таңғалатын. Сонда Бауыржан құлынның кекілінен сипап басшылығымен бұл құрылған дивизияға қабылданды батырмын, соғысқа аттандым. Құрбыларына мақтанып. Боз құлын ақ боз ат болды. Бала Бауыржан ер жетті. Ол фашистерден отанын қорғаған атақты батыр атанды. Енді осы екі мәтінді салыстырамыз, және де мәтіндер кім туралы, қай мәтін бірінші жақтан айтылған, мәтіндерге түсініксіз сөздерді теріп жаз, мағынасын сөздіктен біліп ал дейді. Мәтіндердің ұқсастығы екі мәтінде Бауыржан Момышұлы туралы, айырмашылығы бірінші мәтінде өмірбаян болса, екінші мәтінде ол әңгіме. Мәтіндер Бауыржан Момышұлы туралы. Бірінші мәтін бірінші жақтан айтылған, командир әскери құрамаларда, бөлімдерде немесе әскери мекемелерде әкімшілік қызмет атқаратыны, ресми атағы бар адам, генералдар, офицерлер. Жиырма бесінші жаттығу. Өз отбасыңның бір мүшесінің өмір баянын үлкендердің көмегімен жазып көр. Менің анам Гүлзат Кеңесқызы Жөнібеков. Ол Қазақстан Республикасының азаматы. Дәрігер болып жұмыс атқарады. Ол 1978 жылы 15 сәуірде Алматы қаласы Іле ауданында дүниеге келген. Генерал-майор әскери атақ. Анам мектеп қабырғасын 1985 жылы мемлекеттердің аттап қарулы күштері түрлерінің негізгі тактикасының содан соң медициналық институтқа дәрігер мамандығын оқып бітірді. Медициналық институтты бітірген соң дәрігер болып жұмысқа орналасты. Гүлзат Кеңесқызы дәрігер қызметін атқарғанына 20 жылдан асты. Ол жұмыс істейтін ауруханасында беделді дәрігер. Әрі науқастарына мейірімділікпен қарайтын жанашыр адам. Мінеке осы секілді, әрине бұл менің нұсқамда жазылған. Сіздерде өз нұсқаларыңызда осылай аналарыңыздың, әкелеріңіздің немесе бауырларыңыздың
осылай өмір баянын жазып мысал келтірсеңіздер болады. 26-шы жаттығу. Көп нүктенің орнына жақша ішіндегі жұрнақтардың тестісін жалғап, сөздерді көшіріп жаз. Енді бізге берілген сөздерге осы жақша ішіндегі жұрнақтың біреуін қоятын боламыз. Бірінші сөз ұсақта, жаңала, оңда, іріле, көркемде, шегеле. 27-ші жаттығу. Шығармашылық үзіліс. Керісінше жұмбақ. Сөз жұмбаққа сұрақтар құрастыр. Ол үшін оқулық соңында берілген түсіндірме сөздікті басшылыққа ал дейді. Бізде енді көлденеңнен және тігінен шығатын сөздер бар. Көлденеңнен сабын күнделікті қолданатын тазартқыш құрал. Екінші, көркем, әдемі, ажарлы, сұлу сөздерінің синонимі. Үшінші, ақын өлең шығаратын адам. Ал енді тігінен. Тырна, топырақты майдалауға арналған құрал. Мінеке осымен біздің негізгі және туынды етіске арналған қызықты жаттығуымыз бен тапсырмаларымыз аяқталды. Осы видеоны жоғалтып алмас үшін сыныптастарыңызбен, достарыңызбен бөлісіп қойсаңыздар болады. Менің YouTube арнама тіркеліп, қоңыраушаны басып, лүпіл жіберуді ұмытпаймыз. Келесі қызықты сабақтарда кездескенше сау болыңыздар.